Сөз депутат Егізбаев Серик Рахметұллаұлына беріледі. Рахмет. Сұрағым баяндамашыға. Ұсынылып отырған келісім Челябі мемлекеттік университеті Қостанай филиалы жұмысын құқықтық ұйымдастыру негіздерін айқындайды. Алайда сапаны бақылау, есеп беру және еліміздің стандарттарын сақтау мәселелерін нақты регламенті болу тиіс. Осыған байланысты үш сұрағым бар. Бірінші, келісімде филиалдың білім беру қызметін сапасын бақылаудың қалай жүзеге асырылады? Екінші, қазақстандық уәкілетті органдардың филиалдың Қазақстан Республикасының аумағында іске асыратын білім мен бағдарламаларын аудит, тексеру немесе мониторинг жүргізуге құқығы сақтала ма? Үшінші, заң бұзушылықтар анықталған жағдайда әрекет ету тәртібі қандай және сәйкестіктерді жоюға кім жауапты? Ресейлік тарап, филиал немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары ма? Жақсы, көп рахмет. Бұл мәселе келісім шартта көрсетілген. Біріншіден, келісім шарттың орындалуына жаңа айтып кеткендей, екі мемлекеттің ғылым және жоғары білім саласына уәкілетті органдар тікелей жауапты деп көрсетілген. Екіншіден, бақылау мәселесі барлық жоғарғы оқу орындарына қойылатын бақылауға сай жүргізіледі. Себебі келісім шартта біз қойған тағы бір үлкен талап бар. Ол Челябі филиалы Қазақстан аумағында жұмыс жасау үшін ол алдымен біздің оқуға қатысты лицензиямызды алу керек. Яғни сол лицензияға сай, квалификациялық талаптарға сай болу шарт. Екіншіден, лицензия беру барысында берер алдында біз предлицензияны контролдеп бақылау жүргіземіз. Одан кейін лицензия алғаннан кейін арғырата біздің осы Қазақстанның заңнамасына сәйкес тексеру жүргізіліп отырады. Егер тексеру барысында бұзушылықтар анықталған жағдайда тікелей оны жоюға жауапты сол жоғарғы оқу орнының өзі болады. Филиалдың жауапкершілігі тікелей негізгі Челябі мемлекеттік университетінің өзіне де жүктелетін болады.